Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Егер бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Беделді Forbes журналы қазіргі уақыттағы ең қымбат клубтардың тізімін жариялады. 10-шы орынға Тоттенхэм жайғасты. Шпорлар 2 миллиард 300 миллион долларға бағаланып отыр. Бұл тізімдегі ең қымбат клуб Реал Мадрид. Журнал корольдік клубты 5 миллиард 100 миллион долларға бағалады. Екінші орынға Барселона жайғасты. Олар Реалдан аз ғана қалып келеді. Егер Лапорте тағы бір тұтқаны төмен тартатын болса, бірінші орынға шығатындары анық. Каталондық клуб 5 миллиард долларға бағаланды. Үшінші орында Манчестер Юнайтед. Қызыл сойқандардың бағасы 4 миллиард 600 миллион доллар. Бірнеше жыл бұрын МЮ барлық топтарда бірінші тұратын. Бірақ соңғы жылдарда қызылдардың басшылығының кесірінен МЮ 2 орын төмен түсіп кетті. Ал Европаның қалған клубтарының жайғасқан орындары осылай. Бір жаздың ішінде бағасы 100 миллионға шарықтаған Антони бірнеше ойынның ішінде командаға толықтай үйреністі. Журналистер бразилиялықтан Роналду жайлы ойын сұрады. Мен МЮге әріптестеріме көмектесу үшін келдім. Жас айырмашылығына қарамастан ойыншылардың барлығы талантты. Мен Роналду жайлы ойымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ол әлемнің үздік ойыншысы. Бірнеше күн ішінде мен одан көп нәрсе үйрендім. Оның ойлау қабілеті бізге қарағанда басқаша. Мен онымен сөйлескен сайын жаңа дүние ұғамын. Біздің команданың шабуылы өте мықты. Және бұл біздің болашағымызға үлкен көмегін тигізеді, деді Антони. Антониді барлығы артық бағаланған десе де, бразилиялық МЮ сапында гол салып, Арсеналды жеңуге көмектесті. Осы маусымның соңына дейін ол командаға үлкен көмегін тигізетіні анық. Реал жанкүйерлерін өткен маусымның үздік ойыншысы Карим Бенземаның болашағы алаңдатып жүр. Журналистерде бұндай сұрақтарды бірнеше рет қойған. Міне енді Карло Анчелотти тәуекелге бел буып, бұл сұраққа жауап берді. Біз Бенземаға мұқтажбыз ба? Әрине мұқтажбыз. Егер олай емес десек, Бензема бізге керек емес деген сөз болар еді. Егер Бенземаға мұқтаждығымыз жойылатын болса, онда барлық ауыртпашылық Винисиус немесе Родригоға түседі. Бұл командада талантты шабуылшылар жетеді. Родриго, Винисиус, Азар, Асенсио. Керек кезде бізге Мариано Диаста көмектесетініне сенімдімін. Себебі ол өте күшті шабуылшы. Бізде жеңіске жету үшін керектінің бәрі бар, деді Реал бас бапкері. Бұл сөздер ойыншыларды қуантатыны анық. Бірақ бір түсінбегенім Мариано жайлы айтылған сөз. Оның алаңға қашан шыққаны есінде жоқ. Қателеспесем, оны тіпті тегін жіберуге де дайын болған. Бірақ ойыншыға қызыққан команда табылған жоқ. Әрине, бір ойыншыға мұқтаж болу команда үшін дұрыс емес. Менің ойымша, Карло жай ғана осы сұраққа нүкте қою үшін осылай жауап берді. Европаның бірнеше клубы ойыншылардың жейдесінен қалай ақша табудың жаңа жолын ойлап тапты. Бірнеше апта бұрын Атлетико, Милан, Бенфика және Севилья Memento Market компаниясымен контрактқа отырғаны белгілі болды. Енді арнайы мобильді қосымшада ойын үстінде аукцион жүреді. Бұл аукционда ойыншылар қазір алаңда киіп жүрген жейделер тікелей сатылатын болады. Memento Market ойыншылар бірінші таймда киген жейделерді ғана сатылымға қояды. Ал екінші таймда келген жейделерді ойыншылар не істесе де өздері біледі. Осылай Бенфика Пасуш Феррейра ойынында лиссабондықтар аукционнан 6300 евро табыс тапқан. Осы қосымшада сатылған ең қымбат жейде Милан ойыншысына тиесілі. Болоньяға қарсы ойында алаңда 60 минут ойнаған жас бельгиялық Шарль де Кетлере нәтижелі пас беріп көзге түскен. Нәтижесінде оның жейдесі 5000 евроға сатылды. Егер осы компаниямен ПСЖ, Реал секілді клубтар келісімшартқа отырса, не болатынын ойлап қараңыз. Бұрын тіпті Мессидің бутсасы 500 000 евроға сатылған болатын. 5-6 жылдан кейін Месси, Роналдудың жейделері миллионнан асуы мүмкін. Енді қысқа жаңалықтарды бір шолып өтейік. Гризман тағы да 60 минуттан кейін ойынға шықты. Бұл француздың 60 минутта шығып отырған қатарынан 6-шы ойыны. ПСЖ 1-0 есебімен Неймардың керемет голының арқасында Брестті жеңді. Бұнымен бірге Донаруманың пенальтиді алып шығуын айтпасақ болмайды.
Неймар осы маусымда 9 ойында 10 гол салып 7 нәтижелік пас берген. Босния және Герцеговина жанкүйерлері Ресей ұлттық құрамасына қарсы өтетін ойынға қарсы. Босния құрамасының ойыншылардың көбісі ойынға қатысудан бас тартты. Милан Самдорияны 10 ойыншымен жеңе алды. Ойынның 47 минутында Рафаэль Ляу ойыннан қуылды. Барлық жанкүйерлер Роналдудың Еуропа лигасындағы ойынын жамандауда. Олардың айтуынша, Роналду енді қартайған ойыншыға құсап келе жатыр. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.